Батыс Қазақстан облысында мемлекеттік жастар саясатының жүзеге асырылуы. Батыс Қазақстан облысында 185.516 жас бар. Бұл аймақ халықтың 26,6%-ын құрайды. Оның ішінде қалалық жерде 105.297, ауылдық жерде 80.219 жас тұрады. Жастардың 96.227-сі ер, 89.289-ы әйелдер. Өңірде 4 жоғарғы оқу орын және 34 техникалық және кәсіптік білім беру колледждері жұмыс істейді. Жоғарғы оқу орындарында 27.462, колледждерде 15.038 студент білім алады. Облыста жастармен жұмыс бағытында 14 жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталық қызмет атқарады. Штаттың саны 250 бірлік. Облыс көлемінде 14 жастар ресурстық орталықтарының жалақысын көтеру бағытында жұмыстар жүргізілді. Өткен жылы 12 аудандық ресурстық орталыққа жалақысын көтеру бойынша жұмыстар атқарылып, нәтижесінде жалақы 30-60% аралығында артты. Ұлттық статистика бюросының облыстық департаментінің мәліметіне сәйкес 2025 жылдың 3-ші тоқсанында жалпы жұмыссыздардың саны 16.975 адамды құраса, оның 4.138-і жастар. Жалпы жұмыссыздық деңгейі 4,7%-ды құраса, соның ішінде жастар арасындағы жұмыссыздық деңгейі 3,6%-ды құрайды. 2025 жылдың 1-ші желтоқсанындағы жағдай бойынша 11.973 жас әртүрлі жұмыспен қамтудың белсенді шараларына тартылды. Атап айтсақ, 3.520-сы жұмыс берушілер мәлімдеген бос жұмыс орындарына, 167-сі әлеуметтік жұмыс орындарына, 1624-і жастар практикасына, 417-сі ақылы қоғамдық жұмыстарға, 245-і алғашқы жұмыс орны жобасына, 16-сы ұрпақтар келісімшарты жобасына, 934-і бастау бизнес жобасына тартылды, 732-сі онлайн оқытуға, 142-сіне грант берілді, 111 кәсіптік оқытуға, 3840-і жеке бағдарламаларға, 225-і ұлттық жобаларға жолданды. Сонымен қатар НИТ санатындағы жастармен жұмыс бағытында отбасының цифрлық картасында 2261 жас тіркелген. Бүгінгі күнге дейін аталған санаттағы жастар тізімін жаңарту, оларды тауып жеке деректерін нақтылау, оларға мемлекеттік бағдарламаларды түсіндіру, бос жұмыс орындары жәрмеңкесіне қатыстыру, ақпараттық насихаттық жұмыстар жүргізіліп келеді. Бұл бағытта жастар ресурстық орталығы ұйымдастыруымен болашағың өз қолыңда жастарға кеңес, жастарға жұмыс сынды шаралар атқарылып келеді. Өңірлік жастар саясатындағы басым бағыттардың бірі жас мамандардың тұрғын үй жағдайын жақсартуға көңіл бөлу. 2024 жылдан бастап жеңілдетілген пайызбен жастарды тұрғын үймен қамтамасыз ету бағытында жергілікті бюджеттен 3183 миллиард теңге, Отбасы банк акционерлік қоғамы тарапынан 331 миллион теңге қаражат бөлінді. Жайық жастары тұрғын үй бағдарламасы аясында 2024 жылы пилоттық жоба ретінде 600 миллион теңге бөлініп, 41 жас маман тұрғын үй иесі атанса, 2025 жылы облыс әкімінің хаттамалық тапсырмасы аясында 2,253 миллиард теңге бөлініп, бүгінгі күнге дейін 69 жас баспаналы болса, алдағы уақытта 90-нан астам жас қоныс тойын тойламақ. 2023 жылдан бастап жастар бастамаларын қолдау бағытында өңірімізде тәуелсіздік ұрпақтары гранты жүзеге асырылып келеді. Грант ғылым, мәдениет, ақпараттық технологиялар, бизнес, медиа бағытында беріледі. Бұған дейін 15 миллион теңге грант берілсе, биылғы жылы да аталған бағытта тағы 5 грант тағайындалмақ. Жыл басынан бері облыстық аудандық деңгейде жұмысшы мамандықтар жылының ресми ашылу салтанаты ұйымдастырылды. Осы бағытта жұмысшы мамандықтар жылына орай Батыс Қазақстан облысының 12-ші азаматтық форумының бір панельдік сессиясы жұмысшы мамандықтар жылына арналып, жұмысшы мамандық ел ертеңінің кепілі атауымен өткізілді. Экологиялық мәдениетті қалыптастыру жұмыстары да белсенді жүргізілуде. Жыл басынан бері Орал қаласы мен аудандарда 52 сенбілік 33 ақпараттық кездесу өткізіліп, 12 мыңнан астам жас қатысты. Жастардың эко-бастамаларының қатарында 50 жаңа аула, Zero Waste Ақсай, таза жүрек, таза мекен, таза аула автобусы, менің ағашым, менің болашағым, вандализмге жол жоқ жобалары бар. Жастар арасында заң мен тәртіп қағидасын ілгерілету мақсатында Батыс Қазақстан облысы экономикалық тергеп-тексеру департаменті, полиция департаменті және прокуратура органдарымен тұрақты кездесулер ұйымдастырылуда. Ақпараттық қолдау мақсатында Instagram желісінде заң тәртіп БКО бірыңғай парақшасы ашылып, қазіргі таңда белсенді жұмыс жасауда.